Қайырлы күн. Бүгін 13 қыркүйек 2024 жыл біз Асан ауылы Бәйтерек аудандамыз. Бұл жерде маусымның басында биыл су тасқыны кезінде заңсыз карьер қазылған болатын. 6-7 карьер барлығы. Мынау соның міне бірі, жолға міне жақыны Орал қаласына баратын. Бүгін біз ТДК 42 телеканалын шақырып, жергілікті тұрғындармен осы жерде біз қалай осыны анықтадық, заң бұзушылықты қалай тыйдық және заңсыз карьер қазған компанияларды қалай жауапқа тартқанымыз туралы айтып сұхбат беріп жатырмыз. Естеріңізге сала кетейін. Сапа 90 және Қарашығанақ Construction 2 компаниясы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларға 1.300.000 және 200.000 теңге барлығы 1.500.000 теңге айыппұл салынды. Олар қазір төленді. Және де ең басы бұл жерде азаматтардың белсенділігінің арқасында заң бұзушылық тыйылды, жойылды. Бұл жерде бір өкініштісі полиция, прокуратура және жергілікті атқарушы органдар, әсіресе уәкілетті органдар осы бұзушылықты көре алмай, тек қана азаматтар арыз жазып, оны бұқаралық ақпаратқа, әсіресе менің парақшамдағы, инстаграмдағы әлеуметтік желіге шығарғаннан кейін ғана олар өздерінің негізгі функцияларын, міндеттерін атқарып бастады. Бұл өкінішті, бірақ бұл жерде ең қуантарлығы азаматтардың белсенді позициясы. Заң бұзушылыққа әсіресе өздеріне қатысты. Мына жерде ауыр жүк көліктердің жолды бүлдіреді дегені, ана су қазылған карьердің тереңдігі қазір 6 метр, соған балалар суға кету қаупі бар екендігі, және де жалпы былай айтқанда жерге құжаты жоқ компаниялардың заңсыз қазуына тыйым салуы, азаматтардың яғни белсенді позициясы, дұрыс сын айтуы, заң бұзушылықты тыюына былай жиналып барлық халық болып келуі, талаптануы, арыздануы бұл нағыз бір қуантатын жайт, және де басқа да ауылдың, қаланың, облыстың тұрғындарына үлгі болады. Сегодня 9 июня 2024 года. Мы находимся в селе Асан. У нас есть проблема. Мы, жители, сегодня были вынуждены собраться, потому что у нас идет незаконная выработка, или как ее можно сказать, вот этого карьера. И КАМАЗы, большегрузы, которые перевозят вот этот ПГС через нашу дорогу. Хотя нам говорят, что карьер находится на земле города Уральска на территории, но пользуются они вывозом через нашу дорогу. И тем самым вывозят колесами, большими колесами этот ПГС, который летит, превращается в пыль, разрушается полотно. Поэтому мы просим обратить внимание на эту проблему, значит, решить, встретиться с нами, объяснить, что происходит, законна ли вообще разработка этого карьера, потому что у нас есть дети, которые уже начинают сюда побегивать и начинают как бы интересоваться этой водой. Ну, сами видите, что там уже прибывает вода. Мы требуем разъяснений и остановку разработки карьера. И кто нам будет возмещать и восстанавливать нашу дорогу разбитую? Еще машинаның терезелеріне ұшып жатыр. Оның бәрін айту керек, не істеп, андай видеолар жазылсам. Сындыма бар ма, қазір сындып тұр ма? Абзалы, өзіңдікі сынды алдың, да? Да, у меня вот лобовое есть. Давайте сондайларды естейік. Біздің Асан халқының тұрғындарының несі, осы мына балдар ертең түсіп кете ме деп алдында айтып жатыр, бір бала батып кете жаздады деп. Сол балдар түсіп кете ме, ертең күз келе жатыр, жұқамыз болып, балдар кәтістеміз деп ертең батып кетіп жатса, кім жауапты соны? Сондықтан да осыны бізге қалайда жабу керек. Асан ауылының халқының тұрғындарының сол армандары осы біздің мынау суларды, мынау тек қана біреу емес, ол ана жағында екеу, үшеу ме, төртеу ме білмеймін, бірталай жерді қазып тастады, тереңдігі 5-6 метрге кетеді, ертең бір қауіп бар балдарға деген. Сондықтан Апай, бұл Орал қаласының аумағында жатыр екен, бұл заңсыз карьерлер қазылған. Сонда бұл енді Орал қаласының әкімі мен прокурорына арыз жазу керек болады. енді жазатын болармыз бәріне. Халық болып осыны қолға алу керекпіз, сол бәрін прокурорға ма қайда сонда жазып бәрін деген. Осын жапқызбай болмайды. Ол ертең сасығы да міне тұрған үй деген міне жап-жақын тұр. Үйлерге де қауіпі төніп тұр. Ертең бүкіл Асан қауіпіне, Асан адамдарының бәріне деген осымен сасыған сумен демалуға тура келеді.
Мына алда көріп тұрған үлкен шұңқыр, бұны экскаватормен осы ауыл халқы карьер қазып жатқанда заңсыз әдейі қаздырған, ана КамАЗдар өте алмасын деп. Екеуі бар, міне біреуі, мынау екіншісі. Бір шұңқыр экскаватормен, екінші шұңқыр әдейі қаздырған, КамАЗдар өте алмасын деп. Ал жағдай осылай. Қаланың территориясы, мынау жатқан қоқыс, анау Асанның үйлері тұрған. Бәрі заңсыз ғой бізде. Заңсыз жасалады, коррупция. Бір-бірімен ағайын-сырайлар. Ақшаны береді, ақшаны алады, осыны заңсыз карьера қазылады. Адамның өмірі, баланың денсаулығы, тағы бір нәрселер. Жалпы былай айтқанда мемлекеттің мүддесі бұл жерде. Таңмен жүрейік, қағазда құжаты болсын деген бізде ондай сөз жоқ. Барлығы сатып алу, ұрлау, жеу, халық көтермесе ешкім араласпайды. Полиция да 9 числа приостановили здесь, то начали, здесь закончили, пошли копать дальше, на ту сторону. На той стороне тоже начали копать. В общем, приняли меры, пригласили вот этих журналистов, опять же,